Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен балаларыңыздың сүйікті печеньесіне айналатын творогтан өте дәмді ерекше печенье әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамыр үшін бізге бөлме температурасындағы 200 грамм сары май қажет болады. Үстінен 220 грамм қантымызды саламыз, бір дана жұмыртқамызды қосамыз, барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Ал енді үстінен 200 грамм менде қолдың айраны, сметана, кефирмен өздеріңіз қалауларыңыз бойынша алмастыра берсеңіздер де болады. Бір шай қасығында қызыл бояуыш қосып жібердім. Бояуыш қосу міндетті емес, бірақ түсінің өзіне балалардың көңіл күйі де керемет көтеріледі, сондықтан қостым. Бір шай қасығында қамыр қопсытқышы 400-500 грамм көлемінде ұн қосамыз. Ұнды сіздердің сметаналарыңыз не болмаса айрандарыңыздың сұйық, не болмаса қою болғанына байланысты ұн кетеді бізде. Осылай ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Қамырды целлофан пакетке салып тоңазытқышқа жібереміз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. 250 грамм сүзбеге 50 грамм қант, 1 стакан шие қосамыз. Шие менде қатырылған, сүйегі алынған. Үстінен 2 ас қасығында жүгері крахмалын қосып жібереміз. Бір келкі болғанша араластырып, шетке алып қоямыз. Қамырымызды кішкене грек жаңғақтарының көлемінде бөліп аламыз. Домалақтап шетке аламыз. Домалақтарымызды жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта. Осылай пышақтың көмегімен бір шетін кесіп, начинкамызды, яғни салмамызды саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, ромб көрінісінде орап шығамыз. Осылай астыларын бекітеміз. Груша сияқты тігінен тұрады. Қалғандарында осылай жайып алып, начинкасын салып, листке орналастырамыз. 180 градустық пеште 25-30 минуттың көлемінде пісіп шығады. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңыздың қызуына қарай байқап қарап тұрасыздар. Әр духовканың қызуы әр түрлі. Мінекей біздің ерекше творогтан дайындалған печеньеларымыз дайын. Қант ұнтағын салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі деген өте керемет, және де творог балалардың денсаулығына өте пайдалы. Творогтан жасалған көптеген рецептілер менің каналымда бар. Өтіп көрсеңіздер болады.